Ассалаумағалейкум бауырлар. Өтініш біліп жүремінге жазыламыз. Видеоның астында подписаться деген бар, міне осындай. Бір ғана лайкты басамыз. Аямаймыз достар. Өтініш, сіз лайк басып, менің еңбегімді бағалағаныңыз. TikTok'та видео ава салуға болады, ол қандай болады екен? Көріп жүрейік. Ол үшін осы аккаунтқа басамыз. Өзің аккаунтқа кіресіздер. Мен өзім бірінші рет жасайын деп тұрмын. Одан кейін изменить профиль дегенге басамыз. Міне изменить видео деген бар. Видеомен. Так, көрейік. Өз профилімнен бір 6 секундтық галереямнан 6 секундтық видеомды аламын. Так, 4 секундқа қиып тастадым, алдым 6 секундқа дейін. Ал көрейік қалай шығады екен, себебі өзім мен бірінші рет жасап отырмын мұндайды. Аваға видеомен салу дегенді, міне. Билеу, өзім бір атақты өлеңге бір би шығардым. Так, көрейік, қалай болады екен. Авам енді менде бимен көрсетіліп тұр. Так. Көріп отырсыздар, авам енді бір ғана сурет емес, оның ішінде міне өздеріңіз бақылап отырғандай өзгертіліп тұр. Білесіздер, енді қандай аваға суретке, ең басты суретке видеомен 6 секундқа дейін видео қалай салу керек екенін. Құрметті достар, осы видеоның астында TikTok туралы видеолар бар. Яғни қалай, қайда деген сияқты. TikTok'та қалай танымал болады, қалай рекке шығады деген сияқты сұрақтарға жауап таба аласыздар. Өтініш, видеоның астын көреміз және осы видеоға лайк басамыз.